Ассалаумағалейкум достар, Жаңа Қазақстан YouTube каналына қош келдіңіздер. Енді сіздерді осындай керемет қызықтар күтеді. Қарапайым адамдардан сұхбат алатын боламыз. Кеттік! Ассалаумағалейкум, есіміңіз кім болады? Уағалейкум ассалам, есімім Рауан. Рауан, қуаныштымын. Қай жақтан боласыз, Рауан? Алматыдан боламын. Алматы, керемет. Алматының қай жерінен? Өзінен? Қаладан. Жасыңыз нешеде? 28-де. 28. Немен айналысасыз? Осы жақта жеке кәсіппен айналысам. Саламатсыз ба, есімім Адель болады. Адель, қуаныштымын. Жасыңыз нешеде? Қай жақтан боласыз? Менің атым Мирас, фамилиям Алихан. Осы жерде тұрам, учусь. Ассалаумағалейкум, есімім Бейбарыс Сұлтан. Бейбарыс Сұлтан, өте керемет есім екен. Мен Қызылорда облысынан, Қызылорда қаласынан келем. Өзім қазір Астанада, Астана IT университеті. Университетінде ме? Иә, екінші курс болып. Міне қосымша военный кафедрада оқып жүрмін. Осы. Жасым 19-да. Рауан, Қазақстан Республикасының президентімен кездесіп қалсаң өмірде да, мысалы, или сен ертең көтеріліп кетіп, сен шақырды, алдына барсаң не айтатын едің? Енді оны ойланбаппын, әрине. Қазір айтып көрсеңіз деген. Енді біздің осы қазіргі жағдайымызға рахмет айтатын едім, тыныштыққа, ол кісінің дипломатичный дейді ғой, сондай қасиетіне рахмет айтатын едім. Үлкен рахметімді айтатын едім. Сосын тағы жеке сұрақтар қоятын едіңіз? Наверное, жоқ. Там, если ол президент болса, онда рахметімді айтып кететін едім. А если президенттен там шығып жатса, сұрақ қоятын едім. Неге кетіп жатсыз деген. Ең біріншіден, ассалаумағалейкум. Сосын жағдайыңыз қалай? Жақсы, Рауан, енді бір сұрақ, 15 жылдан кейін өзіңді қалай көресің? Енді 15 жылдан кейін жеке кәсіпкер өте жақсы, дамыған, сәтті кәсіпкер ретінде көремін. Астанада 3-4 комнаталы үй болса, потому что біз енді көшіп келіп жатырмыз, сондықтан да бірінші мақсатымыз сол ғой. Наверное, архитектурныйдың үлкен бастығы ретінде өзімді санаймын. Ол, білмеймін, бір Алланың қолында шығар. Бірақ егер осы мақсатпен тырысып отырсам, өзімді, бір үлкен компанияда программист ретінде көремін, конечно. Енді ақыры түстік, сол мақсаты менің. 15 жылдан кейін бір офисте, ноутбуктың алдында бір программаны жазып, сондай. Әлеуметтік желіде күніне неше сағат отырасыз? Наверное, 5-6 сағат. 5 сағат. Оны қойыңыз, ұмытыңыз деп па? Сіздермен бүгін керемет бір жаңалықпен бөліскім келіп отыр. Бұл Agile именно плюс бады. Денсаулығыңызды түзеп жүріп, табысқа да жетуге болады біздің компанияда. Өміріңдегі ең керемет сәттерің болса, есіңе түсіріп айтпыш? Орысша айта салайын. Давай. Я занимаюсь спортом, конькобежный спорт валал. И 2 года назад на дистанции я выполнил разряд кандидат мастера спорта. Это ең керемет сәт. Я до сих пор этому рад и могу с точностью это все вспомнить. Өмірдегі енді ең керемет демей қойын, есте қалған. Қыркүйек айында шетелге демалуға барғанбыз, Таиландқа. Сол жақта өте жақсы әсер алдық, сол деп ойлаймын. Бір керемет сәт бар. 18 жасымда туған күнім болған кезде, 18 жасымда тойлағып жатқан кезінде досыммен бір керемет сәт болған. Ол өздері түсінеді. Крышада бір баланы байқамай құлатып алғанбыз. Крышадан? Иә, 5-ші этаж түсіп қала жаздады, сөйтіп. Сол керемет сәт болды мен үшін. 18 жасым, мәңгілікке қалады осындай моменттер. Ол бала да өзі таңғалып қалды, бірақ бүйтіп странно болып көреді, но мен үшін ол керемет сәт, не знаю почему. Наверное, вот эти моменты, где я провожу с семьей, с друзьями и так далее. Есінде ме, Рауан, көршінің баласы деген болушы еді ғой, көршінің баласы. Ана көршінің баласына қарашаның деп, жұрттың баласы. Сол жұрттың баласы, сен өзің сондай болдың ба? Жоқ, бізден де жоғары, бізден де мықты балалар көп, әке-шешемізде де естіп тұрамыз. Әрқашан өзіңе бірақ сен де айтқан шығар енді мүмкін біреу үшін біреу үшін біз қазір Астанада жүр деп. Иә. Әрқашан өзіңді мықтымын деген күні ұтылдың ғой. Әрқашан біреумен салыстырып, тұрмысып жүру керек. Айтқан шығар деп үміттенемін.
бірақ өзім білмеймін, айттым айтпады ма, оны туысқандар білмесе. Сол тырысып отыр қой көршім баласы олға. Сіз өзіңізді бақытты адам деп айта аласыз ба? Иә, өзімді бақытты деп айта аламын, спокойно. Өзімнің денсаулығым тірі, тамағым бар, үйім бар. Өзім универге түстім, грантқа түстім еще, сол қуаныштымын. Мына сізден интервью алатырмын, қалай бақытты болмайсың? Қандай сәттен? Барлық сәтте, наверное. Өйткені, мысалы, сіз үшін бақыт деген не? 12 мүшем тәуір, ата-анам бар, бәрі дені сау. Осы мен үшін бақыт? Иә, мен өте бақыттымын. Мамам, папам бар, бір ағам, қарындасым, мен өзім денсаулығым мықты, сабағым да жақсы. Көп рахмет сізге, бақыт, табыс, биіктерден көріне беріңіз. Рауан, көп рахмет саған осылай сұхбат бергеніне, өмірде саған жақсылық тілеймін, биіктерден көріне бер, аңсаған армандарыңа жете бер. Жаңа Қазақстан деген парақша. Рахмет сізге көп, өмірде тек қана сәттілік, алға қойған мақсатқа жетіп, биіктерден көріне бер бауырым, рахмет. Сізге де сол тілеймін.